Ассалаумағалейкум барша қазақ елі, қазақ ет арнасы. Қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Үй-іштеріңіз, мал жандарыңыз аман есен ба? Қысқа қамданып үлгердіңіздер ме? Bir айдан кейін, алдыңғы айда октябрьдің қазан айының 4 күні видео салған болатынмын. Осы жолда салам ба деген, оған кішкене қолымды ауыртып алып, мал сойғанда, алдында мал сойған кезде кішкене көңіл күй болмай қол тимеді. Айып етпеңіздер. Енді бүгін бір айдан кейін, ровно бір айдан кейін қайтадан бір видео салайын деп, өзгерістерін көрсетейін деп. Енді қатты қырып баратқан өзгеріс жоқ шығар, енді қанша еткенмен ұрғаш тайшалар ғой. Мына жердегі, мынаның қасындағы құнажын ғой, енді негізі құнажынға шығар ғой. 132 килограмм ғана салмақ басты, өкінішке орай. Өте жеңіл басты, неге екенін түсініксіз болды. Мына жердегі, мынаның қасындағы тұрған тоқалға 132 килограмм басты. Енді бұған айыбы жоқ. Бойы тапал, арық болып келген, рамы болып келген. Енді қораға әр берісімен бір 70 килограмм етпен кірген шығар. Со толық 2 айдың ішінде 132 килограмм салмақпен шығып кетті. Яғни барлығын айтпақшы, бұлар 3050 теңгеден кетті. Мына жердегі мен, мына жердегі екеуі 3050 теңгеден кетті. Ал мына жердегі қара құнажын 3100 теңгеден кетті. 158 килограмм басты. Оны да білесіздер, рамы болып, арық болып кірген болатын. Өте күйі төмен болып кірді. Айыбы жоқ. 220 мыңға алдым бұны. Өте арық болған күйінде. Мынау үшеуі бірге келген. Мынаны және қараны 220-дан, еркекті 200 мыңға алған болатын. Мына жердегі тоқал 240 мыңға келді, мынау екеуі. Мынау бәрі бір үйден келді, бұлар 250 мыңға алған болатын. Енді жем шөбімен бәрімен барлығы ақталды, Аллаға шүкір. Минуста қалған жоқпыз. Еттің качествосын көргілеріңіз келсе, менде шорста, қысқа видеода бар, сол жерге салған болатынмын. Сол енді осы видеода қыстырып салатын боламын. Тағы да сойып жатқандағы, ілініп тұрып, кептіріп жатқандағы видеолар сәл-пәл түсіріп алғам, соларды салатын боламын. Міне, 3 бас сойылды. Салмақтары міне, біріншісі 132 килограмм. Мынау да 132 килограмм. Анау 159 килограмм. Қара құнажын. Мыналар тайшалар. Мына әулиекөл тайшамыз тұр. Жаман емес, ивермек ештеме екпедік, Аллаға шүкір, өзгеріп келе жатыр. Енді еркектерге көшпей тоса тұрып, енді жем туралы айта кетсем ба деп едім. Дәл күнге мен беріп жатқаным, бидай беріп жатқам. Қазір бидай қымбаттап, арпа қымбаттап кеткеннен кейін отходқа көштік. Енді отход беріп жатырық. Енді қанша айтқанмен отход жеген малдар салмағы төмен болады, өйткені качествосы таза бидайға қарағанда слабылау. Бірақ алдында таза жақсы бидай жеп тұрған, енді ол да отход қой, бірақ основном бидай болатын. Енді осындай жағдай, енді бір кісімен сөйлесіп жатырмын, 70 теңгеден бидай алып қалуым керек, Алла қаласа. Подкомбайн болса да тазаланған жақсы бидай, қауызы бәрі аз. Бір ауызбен айтқан кезде таза бидай деп айтуға болады. 9 тонна алам ба деп отырмын, Алла қаласа. 9 тонна алып, дробит етіп, жем сатып, және де малдарға берем ба деген ой. Енді көре жатармыз оны. Күндікке бұл тайшалар 4 килограмм таңертең, 4 килограмм кешке, күндікке 8 килограмм жеп тұр. Негізі одан да артық жемнің аздығына байланысты аз беріп жатырық.
Мына жердегі бұқаларға келетін болсақ, бұқалардың күйі осы. Сементалымыз тазаған. Бұл енді бізде өсіріп, доращивание дейді ғой. Бұл сементал өсіріліп жатқан мал. Каналдан алыстамаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қолдап отырыңыздар. Осы енді құрметті көрермендер, биылдыққа енді еркектер кішкентай болып тұр, енді былтыр шыны керек 3-ақ подсос бұзау болған, 18 бастың ішінен. Енді биыл полторашка жоқ, барлығы бір ауызбен айтқан кезде бұзау. Мынау да біздің сементал бұзау. Енді таза сементал екендігіне көзіміз жетіп жатыр. Аллаға шүкір, салмақ қосуда, бойының өсуі, бойының денесінің ұзаруы да жаман емес. Осы енді біздің қорамызды ашық тесігін жерін жаптық, қар кіреді ау деген жерлердің. Жел өз ылғида ошақтан соғады, сондықтан ошақты утеплять етіп қойдық. Енді бұйыртса тағы да ана төбелерін жабып шығу керек. Содан кейін болды. Мына жер қалады. Бұл жерді Алла қаласа ішке ашылатындай қылып топсамен есік істеп қоям, немесе сыртқа ашылатындай көреміз. Енді бұл жерден шөп кіргізіп отырам, өйткені шөп бізде ана жерде ғой. Осы бұқалардың өзгерістері. Арт жағынан бір көрсете кетейін. Мынау да біздің гибрид подсос бұзауымыз. Ангуспен аралас. Ангуспен аралас подсос бұзау. Енді қызықтың бәрін осылардан көреміз. Енді ұрғашылар кеткеннен кейін. Міне подсос бұзауларымыз. Ол біздің сементал. Мынау бір жасар ғой, бұзау сияқты еді жатқан кезде. Әулиекөлді де біраз ұстайтын боламыз, өйткені мен бұны алып кетуге барған кезде, жайлаудан алып кетуге барған кезде бұқалар қуып жүрген. Сол кезде әлі тоқтамапты бұқадан қашып. Енді қашып кетті ма, қашпады ма, бір Алла біледі. Қашып кеткеннің өзінде де әрмен қаратай январь, февраль айына дейін Алла қаласа бордақылауға болады. Бұл Әулиекөл бұқалар сияқты береді, енді ұрғашысы да салмақты. Жеуіне байланысты енді барлығы. Саны бәрі толып, арқасының барлығы жалпайып келе жатыр. Ал ар жақтағы 4 ұрғашы, олар кетеді, Алла амандығын берсе, сойылып кетеді. Енді оны көре жатамыз Алла қаласа. Осы қорадағы екі бұзауды да көрсете кетейін. Олар да шамалап подсос бұзау емес негізі. Олар да шешесін ембеген. Арық болып келген оларда. Қазіргі күйлер жаман емес, жақсы. Құнажын енді бір бұзаулаған. бұл қораға кірген кезде сауып 2-3 рет сүтін ішкеннен кейін, содан кейін қош бордақылағаннан кейін оны сауа бергеннен толық жоқ деп сауыды доғарған болатынбыз. Міне естеріңізде болса, дробилка алған болатынмын. Жемді осы дробилкамен дробить етем. Бұл дробилка жайлы да айта кетуге болады негізі. Мен алған кезде міне осындай сеткасы болған. Мына сетка енді шамалап 3, 4, 5 сетка, 5. Менде қазір өзімде 3 тұр. 3 алып салдым. 3 мені осылай дробить етеді. Міне. 3 осылай дробить етеді. Көрсеңіздер, әрі түйіршік бидайлар жоқ. Осылай бір мезгіл таңертеңгісіне дробить етіп қойып қоямын, сосын кешкілікке дробить ететін боламын. Негізі 2-да салуға болады. Енді 2 сеткалар сата қоймайды.
мынандай сеткалар болады. Міне мынандай сеткалар деппін ғой. Нержавеющий қаңылтырлар болады мынандай. Осыны дрельмен әдемілеп двойка тесік қылдырып, дробить нетсе, тесіп салса, одан да ұсақ қылдырады. Енді жемнің неғұрлым ұсақ болғаны жақсы. Міне мынау жемнің шаңы ғой, пөл дейді ғой, міне көрдіңіздер ме? Мынау кәдімгідей ұн. Енді бұндай ұн қылмай-ақ қою керек, өйткені мал жей алмай қалады. Сондықтан осы тройка дробилка жетеді деп ойлаймын енді өзім. Міне тамаша бір ауызбен айтқан кезде бордақымен айналысқаннан кейін тартылған жем алған жақсы ғой, дайын. Бірақ неғұрлым өзіңіздің дробилка болып жемді дробить етіп берген жақсы екен. Өйткені регулировка жасап отырасыз. Сапсым асықпайым десеңіз, двойкамен де дробить етуге болады. Өте ұсақ қылдырып. Малдың бойына сенімділігі және семіруі өте жақсы болады. Өте жақсы болады. Міне байқасаңыздар, төс жақтары барлығы түсіп, салбырап, яғни семіріп тұрған деген мағынаны білдіреді. Бірақ әлі толмаған. Арық емес, әлі жететін жеріне жетпеген. Шамалап бұда қазір тоже сол 130-135 килограммның маңайы. 130 ғой енді грубо говоря. Өйткені мына жердегілерде дене пішімі бірдей болған, 130 килограмм берді. Енді көре жатармыз. Соныңкі қорадағы екі бұзауды көрсете кетейін. Далада қар. Жемді осы прицеппен тасимыз. Міне қорадағыларымыз. Видео бар. Келгендегі видеосы. Саны бәрі жұқа. Нашар болған. Міне боғын көрсеңіздер. Боғы барлығы жақсы. Не сұйық емес, не қою емес. Бордақы малдың, жемсінген малдың боғы осыдан сәл чуть-чуть қоюлау болады. Мынау кішкене шықақтап тұр деп айтсақ та болады. Міне осы бұйылдыққа палтарашка жоқ. Көп ат көрімшіктердің кіргізіп атқаны патсос бұзаулар. Өйткені палтарашка деген өте қымбат болып кетті. Бұлар да жаман емес, Аллаға шүкір, палтарашканың бойындай деп айтсам болады. Алла қаласа, иншалла көктемге дейін тұрып, бәрі жақсы болып, ойдағыдай болып жатса, Аллах қаласа 200-дің үстінде салмақ аламыз иншалла. 250 килограмм салмақ алып шықсақ та Аллаға шүкір ет. Одан артық болып жатса да оқасы жоқ. Осы. Енді Аллах қаласа көбінесе қазір қысқа видеолар салып отырам ба деген ой қатты мазалап жүр. Ұзын видеоларға қарағанда. Өйткені көп мылжып, көп әңгіме айтқан халыққа ұнай бермейді. Сондықтан шама келіп жатса, қазір өзімді үйретіп жатырмын. Дұрыстап 1 минуттың ішінде монтаж жасау білмеймше шыны керек. Сол монтаж жасап үйреніп алу керек. Содан кейін жақсылап видео түсіру керек. Құдай қаласа. Осы. Аман сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше күн жақсы болсын.